Айдос, любой сұрағыңа жауап беремін, любой жерде. Жалпы әлеге кешегі жағдайға байланысты айтайықшы, әкімнің есеп беруі Түркістан қаласында, рухани шаһардағы. Осыда әкімнің сөзін сөйлеп кетті дейді, қатты сөйледі дейді. Осыған байланысты не айтасыз? Енді әкімнің сөйлеп кетті деп кім не ойлайды, ол әркімнің өзінің санасына байланысты. Абай ақынымыз айтқандай, халық бар, тобыр бар дейді. Ол жерде әкімнің жиналысы жұртта көкейінде жүрген сұрақтарды қоям деген қаншама адамдар сұрағын қоя алмады. Өйткені сол 7-8 жалғызбасты әйеліміз деп өздерін таныстырған әйелдер бір сұрақты қайталап қоя берді. Сондықтан соларға кішкене тоқтау айтамыз деп сондай болды. Немесе әкімді қоятын да, әкімді ауыстыратын да, егер қаланікі болса, облыс әкімінің құзырында. Егер облыс әкім болатын болса, ол президенттің құзырында. Ол 5-6 хатын шулағанда да ол әкімді алып тастамайды. Ол әкімнің ісіне жауап беретін саралап отқан президент аппараты бар. Енді жалғызбасты аналар деді ғой сол жерде, көбінесе шулап жатқан, сізге жабылып кетті соңында. Енді жалпы айтқан кезде бір ана жерде үлкен бір дау туды. Әйелдер базынамызды айтамадық дейді. Соған байланысты не айтасыз? Ол әйелдер базынасын айтамағанда, ол әйелдердің қойған сұрақтарын зерделеп көрсеңіздер болады. Бәрінің сұрағы бір келгі сұрақ. 4 километрге дейін жаяу жүреміз, басқа деп отыр. Қай район? Жаңа қаланы айтып отыр. Жаңа қалада 4-5 мектеп бар. Балабақшаны айтып отыр. Ақшамы жетпейді, балабақшаға 37 мың дейді. Түркістан қаласында 37 мың төлейтін балабақша жоқ. Мен сіздерге айтайын, сол әйел баласын қай садикке апарады, дәлелдесін, ол кезде сөз басқа. Ал аузым бар екен деп айта беруге болмайды. Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан Республикасының президенті мұқтаждарды біз қамтамасыз етіп, масылға айналдырдық па деген жақсы сұрақ туындаған президенттің өзінде. Мен айтарым, өкімет үй сап беріп жатыр, тегін продукт таратып жатыр, басқа қылып жатыр. Ол әйелдердің көпшілігі жалғызбасты әйел. Ол әйелдерді ажырастырған мен емес. Біреулерінің күйеуі марқұм болған шығар, алдынан жарылқасын. Бірақ марқұм болса, балдарына өкімет пособие төлеп отыр, продуктымен қамтамасыз етіп отыр. Өкіметке бүгінгі күні рахмет айту керек деп ойлаймын. Анау жаңағы қайталап айтуға тура келеді. Мынау мұқтаждарды масылға айналдырды. Бұл туралы президент аппараты жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Өйткені облыс әкімі қанша дегенмен осы өңірді басқарып отқаннан кейін сыйлау керек. Жалпы сізді әкімдік қызметкерлерінің сөзін сөйлеп, мына болашақта бір қызметке немесе бір белгілі бір мансапқа жету үшін сондай бір әрекеттерге барды, сөйтіп сөзін сөйледі. Жалпы сізге қызмет, мансап аяқ астынан осы алдағы 6 айда орналасып жатсаңыз, кешегі жасаған жұмыстың себебі деп ойлайды деп ойламайсыз ба халықта? Ондай нәрсе болмайды. Мен 100% оған сенімділікпен айта аламын. Өйткені маған 2 рет депутаттыққа ұсынған. Түймебаевтың кезінде де, Шөкеевтің кезінде де. Бірақ мен өзімнің жолымды таңдаған адаммын. Өзім осы халықтың жан айқайын жеткізуге бірнеше соцсекторден каналдарым бар. Сонымен жұмыс істеп, бұл іс-әрекетті мен жасап, осы именно жаңа қалада, Отырар микрорайонында қаншама жалғызбасты әйелдердің қамын жеп, осы акиматпен жанжалдасып, соны іске асырып жүрген адамбыз. Бүгінгі күні неге соцсеттен көрінбей алдың дейді. Бір жылдай өзімнің бизнесім болды, ал бүгінгі күні қайта жұмысты бастадық. Бірақ жұмыс бастағанда бәрін ақпаратқа шығарып отқан жоқпыз. Оның себебі мына әкімнің бұл Тұрашбековте бастаған, бірақ мен Тұрашбековпен бірге ондай жұмыс істеген жоқпын. Алла разы болсын, ол кісі біраз қаланы басқарып. Шат бар. Любой кем-кетісті салат, сол шат жұмыс істеп жатыр. Құдайға шүкір, енді бүгінгі күні қалада жағдай жаман емес. Содан кейін айта кететінім, бәрі айтып жатыр, Америкада жоқ деп айтты деп. Оны маған айтып жатыр, бірақ қай осы жаңа қала жақта қанша шақырым алшақта мектептер орналасқан, 37 мың теңге төлейміз дегені, мен өтірік екенін мен дәлелдеп бере аламын. Өйткені сол адам тегін садикке үйінен келіп баласын алып кетеді, пожалуйста берсін. Тегін садиктер, балабақшалар бар. Ал өтірік айтып, ол жерде күллі жұрттың көзінше, бұл жерде акиматтың да кінәсі бар. Өйткені ондай жеке сұрақтарды жеке қабылдауына шақырту керек. Бұл жерде акиматтың да дұрыс жұмыс істемеген деп ойлаймын. Жаңа орқа делма. Өйткені бәрінің қойған сұрағы біреу, жаңағы жер дауы,
незаконный құрылыс, оны сот шешеді, сотқа беру керек, оны облыс әкімі шешпейді. Облыс әкімі сонда не заңсыздыққа итермелеп отыр ма? Бұл жерде жаңа айтып отырық, Абай ақынымыз айтқандай, халық бар, тобыр бар деп, кім не ойлайды маған ол қызық емес. Менің өзімнің алға қойған бағыт бағдарламам бар, мен сонымен жұмыс істеймін. Ол 5-6 ай шулады екен деп, ол түгілі бүкіл мынау бір жанысты ЛГБТ-шіліктерді маған жабылған, бірнеше мыңдағандары. Оларда бәрінде әшкереленіп, бүгінгі күні бәрі далада қалды. Ал біз жұмысымыз істеп жатырмыз. Бізден көрген жақсылығы осы Түркістанда жеткілікті. Кезінде айта кетуіміз керек, ол істеген ісімізді айтпа, ол сауапсыз болмайды дейді. Айту керек. 1,5 миллиард теңгеге дейін айлықтарын әперген. Осы Ақжол фирмасының айлығын, осы риксті саған адамдарда бірнеше жүздеген миллион қарыз деп, оларды да даудамай шешілгенбіз. Көп нәрсе шешіліп жатыр. Осы жалғыз баспаналардың көпшілігі келеді. Ол заң аясында шешіледі, оның бәрін біз ақпаратқа шығармаймыз. Егер әділдік салтанат құрмай жатса, мәлімет ретінде ақпаратымызға салып, жоғарғы тұрған органдардан, президент аппаратынан, өкіметтен, бас прокуратурадан көмек сұрайтынымыз рас. Соңғы сұрағым, соңғы әлеуметтік желідегі АБЛ-ға байланысты айтыңызшы. АБЛ-дегі мысалы видеоны алып тастады дейді. Осы қаншалықты сіздің көпшілік айтып отыр, сізді қорқытты дейді, немесе жаңағы бір пара алды, ақша алды, үркітті дейді. Осыған байланысты айтыңызшы. Ақша алсаңыз қанша алдыңыз, немесе алмасаңыз алмадым деп. Енді былай, төбеде Құдай тұр, оразаның кезінде, егер сол жерден жаңа АБЛ-дың қызметкерлерінен ақша болып саласам, кесілгенді кесіп алсын. Ол жерде мен біреудің алдында ақталамайым. Ол жердегі маған шағымданған адам қыз баласы өзінің қызметін түсіп жатқан. Ол туралы біз бардық. Ол кезде барған кезде сол кездегі жаңағы администратор ма, директор ма, өздеріңізді білесіздер, кешірім сұрамақтығын мысқылдап күліп шығарып тастаған. Біз сол жерде де видеода бәрінде тұр. Біз мүмкін кешірім сұрайтын шығармыз, екі жақ мәмілеге келетін шығар деп кеп тұрып, мына отырсыңыз, бір-екі адам дауасыз өлтіреді деп айтқаным бар. Одан кейін екі жақ мәмілеге келгесін, мынау дауластырмақ даушыдан, жауластырмақ жаушыдан деген. Біз елшіміз. Екі жақты мәмілеге шақырып, екі жақ мәмілеге келіп атқасын, арман қарап, мен көрермен үшін, жаңа подписчиктер үшін екі адамның арасына от сала алмайды екенмін. Екі жақ мәмілеге келді, Алла ғана оның бағасын береді. Маған адамның баға бермей-ақ қойсын маған. Маған сосын кейін айта кететінім, жаңағы жалғыз баспаналар деп жатсыз. Мен бұл Түркістанда бүкіл почти 99%-ын танимын. Жеңіл жүрісті қыздарды да танимын. Дәл бүгінгі күні осы Түркістанда маған өзі келіп айтқан адамдар бар. Енді кішкене намысына тимей-ақ қояйын, аты жөнін атап. Бұрын өзі көшеде бір жермен жер жыртып жүрген адам. Мен қазір бір жерден квартира алып қойдым. Күніне акиматқа келген адамдарға квартирамды ұсынамын, 25 мың, айына 600 мың бұлай түсіп отыр деп. И сондай адамдар, подручкілері, Соқыратқа қотырат үйір болады дейді. Подручкілерін тартады, подручкілермен бірге тура бұл акиматты вымогать етіп атудың бір іс-әрекеті. Бұндайлар бізде көп, Қазақстанда ұсталып та жатыр. Біз оны Қызылорда облысынан үлгі алуымыз керек. Қызылорда облысында да кезінде көшеде сыймай сезіліп жүрген адамдарда қоғам белсендісі болды. Халықтың кейде халық емес, тобыр деп айтуға болады, халықтың бұған қатысы жоқ, халық ойланып басымен жұмыс істейтін адамдар. Абай ақынымыздың сөзіне сүйенсек, тобыр дегендер бар. Кім не айтса соған еріп жүре беретін. Сондықтан олар не демейді тобырлар, ешік не жемейді деген бар. Олардың өмірбаяны, әулетінің не істегендері маған бәрі белгілі. Мен сол жерде сондай адамдардың 1,5 байқадым. Мен үшін жиренішті болды. Солар сондай тірлік істеп жүріп, әкімге сауал қоямыз деп, әнерді шулап өздерінің қандай ұядан ұшқанын көрсетіп тұр. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны істейсің дейді. Енді бұл жерде біреуді масқаралау басқа емес, может қойған шығар, может товарный виді кетіп өтпей қалған шығар, білмейміз. Сондықтан мынандай құйтырқы іс-әрекеттерді тоқтату керек. Ол туралы бізде ұлттық қауіпсіздік, ішкі саясат, полиция жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Қорыққан аңға шықпайды, қорықса. Қасқырдан қорыққан адам. Сол сияқты батыл жұмыс істеу керек. Жаңағыдай грамотны вымогать ететін адамдар өз жазасын алу керек. Рахмет. Болды, рахмет.